Рамазанның соңғы күндері. Үлгеріп қалыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Рамазан айының соңғы күндеріне де келіп жеттік. Кеше ғана басталғанда еді, ал бүгін міне санаулы күндер қалды. Ойлап қараңызшы, бір ай бойы күткен Рамазанымыз кетіп бара жатыр. Тағы бір жыл күтуіміз мүмкін, немесе мүмкін үлгермейміз бе? Сондықтан бүгінгі тақырып Рамазанның соңғы күндері, үлгеріп қалыңыз деп аталады. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бұл күндер жай күндер емес, бұл ең қымбат, ең қасиетті, ең шешуші күндер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның соңғы 10 күнінде құлшылықты ерекше күшейткен, тіпті түндерін түгел дерлік ғибадатпен өткізген. Неге? Себебі дәл осы түндердің ішінде қадір түні бар. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы түн, яғни шамамен 83 жылдық құлшылықтан да артық. Бір түн, бірақ бүкіл өміріңнен де қымбат. Енді ойланып көріңіз, сіз бұл мүмкіндікті қолданасыз ба, әлде өткізіп аласыз ба? Көп адамдар Рамазанның басында белсенді болады, ораза ұстайды, намаз оқиды, дұға жасайды, ал соңына қарай шаршайды, босап кетеді. Шын мәнінде ең маңызды кезең дәл қазір. Бұл финал, бұл шешуші сәт. Спортта да солай емес пе? Жарыстың соңғы минуттары ең маңызды. Дәл сол сияқты Рамазанның соңғы күндері сіздің нәтижеңізді анықтайды. Енді сұрақ, осы соңғы күндерде не істеу керек? Бірінші, намазды көбейту. Мүмкін болса түнгі намазға тұрыңыз, 2 ракағат болса да бастаңыз. Екіншіден, дұғаны көбейту. Алладан шын жүрекпен сұраңыз, кешірім сұраңыз, армандарыңызды айтыңыз. Үшіншіден, Құран оқу. Кем дегенде аз-аздан болса да күнде оқуға тырысыңыз. Төртіншіден, тәубе ету. Өткен қателіктеріңіз үшін шын жүректен кешірім сұраңыз. Бесіншіден, садақа беру. Кішкентай болса да беріңіз. Бұл күндері жасалған әрбір амал еселеніп жазылады. Тағы бір маңызды нәрсе, көп адам тағы үлгеремін деп ойлайды, бірақ ешкімге ертеңге кепілдік берілмеген. Бұл сіздің соңғы Рамазаныңыз болуы мүмкін. Бұл сөз ауыр естіледі, бірақ шындық. Сондықтан бүгіннен бастаңыз, қазір бастаңыз. Есіңізде болсын, Алла сіздің көп амал жасағаныңызға емес, шынайылығыңызға қарайды. Аз болса да шын жүректен жасаңыз. Мүмкін сіздің бір ғана дұғаңыз, бір ғана көз жасыңыз сіздің тағдырыңызды өзгертер. Соңғы күндер бұл мүмкіндік, бұл Алланың сізге берген сыйы. Оны өткізіп алмаңыз. Бәлкім дәл осы күндерде сіздің барлық күнәларыңыз кешірілер. Бәлкім дәл осы күндерде сіздің дұғаңыз қабыл болар. Сондықтан тағы айтамын, Рамазанның соңғы күндері, үлгеріп қалыңыз. Уақыт аз қалды, бірақ әлі де мүмкіндік бар. Егер осы видео сізге пайдалы болса, бөлісіңіз, басқаларда пайда алсын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз. Алла баршамыздың оразамызды, дұғаларымызды, ниетімізді, садақаларымызды көркем түрде қабыл етсін.